Аға, жағдайы қалай? Бекем болыңыздар. Біз қолдан келгеннің бәрін жасадық. Дайындала беріңіздер. Мен құжаттарды дайындай берейін. Сендер адам өмірімен ойнайсыңдар. Сендер өлтірдіңдер аш есікті. Марат, қой. Жіберіңіз. Марат, есің жисаңшы. Аға, сіздің неге бұларға жақтасып тұрсыз? Бұларда ұят жоқ, ұят. Ұят туралы сен әңгіме айтпай қойшы. Тығылып, туылған күнге бардым, ұят болады деп. Нұрболдың беташарына бардым, ұят болады деп. Кластасыңның әкесінің жаназасына бардым, ұят болады деп. Енді өзің ойлаш. Үйде тып-тыныш отырған әке-шешемізге ауруды кім әкелді? Аға! Енді келіп, дәрігерді кінәлайсың. Сол кезде сені тыңдата алмаған. Мына мен кінәлі. Аға! Тыңдамаған. Сен кінәлі. Аға! Анашым, сәл сабырлық сақтасаңыздар, айдың соңында үйде болам, Құдай қаласа. Ай, балама 14 күнден бері ешқайда шықпайтын не жұмыс? Анашым, бұл күнде өтер. Ең бастысы сақтық шараларын сақтап, көпшілік орынға бармай, үйде болыңызшы. Жарайды, балам.